Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Иншалла бізде өте бір әдемі хадис бар, және бұл хадисте Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалама көрсеткен сүннет жолы, яғни дұға еткен кезінде қандай сөздерменен Аллахтан сұрап жалбарыну керек екендігі көрсетіледі. Имам Абу Дауд, имам Ат-Тирмизи және имам Ибн Маджа риуаят еткен хадисте Бурайда радиаллаху анху айтады: Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалама бір адамның былай деп айтқанын естіді: Аллахумма инни ас'алука би анни ашхаду аннака анталлаху ла илаха илля ант ал-ахаду самад аллази лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад. О Алла, мен сенен, сен Алласың, сенен басқа ешбір тәңір жоқ, куәлігіңменен сұраймын. Сен жалғызсың, және сен еш нәрсеге мұқтаж емессің. Ол Алла тумады да туылмады, әрі оған теңгелер еш нәрсе жоқ. Сонда Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам айтты: ол адам Аллахтың сондай ұлық есімдерімен сұрады. Егер қайсысы бірің осы есімдермен Аллахтан сұрайтын болса, сұрағаны беріледі. Егер дұға етілетін болса, дұғасына жауап беріледі деген екен. Аллаху а'лам. Ва саллаллаху та'ала аля хайри халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва саллама таслиман касира. Вальхамдулиллахи раббил аламин.